Ассалаумағалейкум, қайырлы күн ардақтағы ағайын, тойға жиналған тойшыл қауым, бүгінгі дүбірлі кешімізге, думан тойымызға баршаңызда қош келдіңіздер. Енді баршаларыңызды бір арнаға тоғыстырып, бір зәулім сарайға жиған біздің ағамыз, біреуге дос, біреуге бауыр, біреуге әріптес, рұқсат болса Сапар Ысқақұлының құрметіне алақандарымыз бір-біріне қаттырақ бір түйістіріп қояйық, қош келдіңіздер. Енді тойған құтты болсын, көпке созбай, әдептен озбай, рұқсат болса бүгінгі думанды кешімізді бастай отырайық. Бүгінгі тойымызды бастап беретін Тойбастар театрын қошеметтеп, қол баштап, ортаға асабаның атылған алдырайық. Маэстро, кеттік. Пейіштің нұрынан жаратылған, әкешім, анашым даратылған, сендердің бейнетпен зейнеттерің, бүгінде қатайсам қанатымнан. Көбейсін немере шөберелер, кеңейсін әрдайым керегелер, әкешім, анашым сендер барда, ұрпағым жалғасып ере берер. Көбейсін немере шөберелер, кеңейсін әрдайым керегелер, әкешім, анашым сендер барда, ұрпағым жалғасып ере берер. Той бар жерде көңіл шіркін ортаймайды, жақсылардың жүзінде тек жалқы ойнайды. Бар жиғанын тойға шашқан қазағымның ырысы ешқашанда ортаймайды деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Ардақты ағайын, мына көңіл күйлеріңіз сезілмей тұр. Бір қаттырақ алақандарымыз түйістіріп қояйық. Қошеметтеріңіз естілмейді. Енді осынша дүйім жұртты бір арнаға жинау, бір арнаға тоғыстыру оңай емес. Ағамызға қараңыздаршы, уайымдап тұр. Бірақ түр тұлғасына, болмысына қарасаң, бір сол бір үйленген жылдарындағыдай әлі сақталған қараңыздаршы. Мойындағы бабочкасы. Дәл осылай сақтап жүрген, жанында жүрген жан жары күміс ханымға қалай алақан соқпаймыз? Қалай қошеметтемейміз? Ендеше, ардақты ағайын, бүгін тек сіздер ғана бұл әулетті, бұл азаматтарды құттықтап келіп отырған жоқсыздар. Ағамыз бен анамыздың ең жақындары, рұқсат болса, біз ортаға немерелердің той төріне қошеметтеп қолпаштап алдырайық. Ата әжесіне деген өздерінің сый сияпаттары бар. Ендеше, қаттырақ қошеметтеп қойыңыздар. Немерелері. Рахмет. Енді мемлекеттік қызметті жүргеннен кейін бәрі уайымдап жүр. Бұлай жүрсек дұрыс па, бұлай тұрсақ дұрыс па деп. Енді рұқсат болса, мен ортаға Қобыланды немересін шақырайын. Бүгінгі атасының 80 жылдық мерейтойына 3 тілде арнайы құттықтауын жазып келген екен. Ендеше Қобыланды ортаға қарай бір қадам басып қойсаң, мархабат, бір қошемет ұрып қояйық, Рахмет, спасибо. Thank you. Қобылан жарайсың. Енді елге игі қызмет атқаратын азаматтардың қатарынан бол. Шын жүректен тілектеспіз. Ал той қуаныш құтты болсын. Рұқсат болса, ағайын туыс дайын, әріптестер дайын, жиналған қауым дайын. Бастысы сіздерден көңіл күй. Ағада сіздер қалай жүресіздер? Бүгін барлық ағайын туыстың барлығы дәл солай жүреді. Күліп жүрейік, жымиып жүрейік. Той қуаныш құтты болсын. Ендеше рұқсат болса, той иелерінің дастархан басына, той төріне қошеметтеп қолпаштап алдырайық. Қаттырақ шабақтырыңыз. Ағамыздың енді сіздерге өздеріңізге деген қош келдіңіздер деп, бір ассалаумағалейкум деп бастап беруге ниеті бар екен. Ендеше микрофон тізгінін ұсынайын. Мархабат. Енді ардақты ағайын, ол рухани байлығыңызда, материалдық байлығыңызда Аллаға шүкір сізде бар. Ең бастысы байлығыңыз міне, жаныңызда тұр. Міне, екі жақ сол қанатыңызда, оң қанатыңызда жақындарыңыз, достарыңыз тұр. Осы байлықтарыңыз аман болсын, ең бастысы. Ендеше ардақты ағайын, қош келдіңіздер. Рұқсат болса, той иелерін қошеметтеп түрге қарай шығарып салайық. Сабыраға, күмісхан төрлетіңіздер, жайғасыңыздар, той қуаныш құтты болсын.
Енді ардақты ағайын, жаңа ағамыз айтып қалды, 2 жылдан бері біраз қауыша алмай қалдық, бір-бірімізбен араласа алмай қалдық деп. Енді арнайы ағамыз бүгінгі кештің басында осындай бір концерттік бағдарламамен арнайы бастап отыр. Енді біз бүгін ағамызды мақтамаймыз, ағамызбен мақтанамыз. Осы бір уақытқа дейін, осы бір кезеңге дейін жүріп өткен жолы жайлы бір кішігірім бейне үзіп бар, бейне материал. Ендеше арманға жетелеген ұзақ жол арнайы сіздер үшін әзірлеген бейне үзік. Экранға назар салайық. Кинотеатрда бүйтіп мұқият қармайтын жандар. Енді алдағы уақытта міне Алла қаласа 4 күннен кейін жалпы біздің еліміз үшін, жеріміз үшін, қазақ елі үшін өте бір айтулы дата, айтулы мереке келе жатыр. Ардақты ағайын, тәуелсіздігімізге 30 жыл. Осы егемендігімізді, тәуелсіздігімізді міне төрде отырған біздің алдыңғы буын ағаларымыз, әпкелеріміз, ата әжелеріміз сіздер қадірін бізге қараған кезде әлде қайда ұғынырақ түсесіз деп білеміз. Сол себепті осы тәуелсіздік жылдарда жасаған ерен еңбегі үшін, ұлттық құндылығымызды әлемде паш еткен үшін, жалпы осы жүріп өткен жол үшін Сапар ағамызға және тәуелсіздіктің 30 жылдығына бір ду қол шапалақ қошемет ұрып қоюға болады деп ойлаймын. Сапар аға, енді алдағы алла жазса бір 10 жылдан кейін 90 жылдығыңызда дәл осы бір күнді, осы бір мерекені еске алатын күн тусын дейміз. Дәл осылай осы ағайын туыспен барлығымыз бір арнада тоғысып, бір зәулім сарайда жиналатын күнге Алла тағала нәсіп етсін. Енді рұқсат болса, мен ортаға тағы да немерелеріңізді шақырайын. Намат би тобы сіздер үшін тау халқы күрзендер жайлы бір әсем би орындап береді. Қошеметті қолпаштап қарсы алайық сіздер үшін. Намат, Академия хореографии, художественный руководитель Айнагуль Нургазина. Ваши бурные овации. Қошеметтеріміз Намат би тобы. Рахмет. Алла сағат тілек жақсылар. Ақ тілек тақтаратын уақытқа да келіп жеткен сияқтымыз. Рұқсат болса, біздің той төріне жайғасқан құтты меймандарымызды мен ортаға алдыра отырайын. Енді алдарыңыздан бір өтіп алайын. Біз бүгін той иесімен бірге ақылдаса, келісе отырып, бүгінгі кеште енді азаматтар өте көп, жиналған қауым өте көп. Сол себепті ағамыз жеке-жеке әр бағыт бойынша бір-бір адамды жазған екен. Мен рұқсат болса, сол азаматтарды ортаға қадірлеп, қасірлеп шақырайын. Құрылысшы бағыты бойынша рұқсат болса, той төріне Мұхамбетов Ғауез Торсанұлы, Қостанай облысы әкімінің 1-ші орынбасары. Қошеметтеп отырайық. Рұқсат болса, Нәлібаев Махмұт Ыбырайханұлы, бизнесмен, белгілі меценат, Марсель Петролиум компаниялар. Келесі бизнесмен бағыты бойынша Сейітжанов Серікжан, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, бизнесмен, меценат, Сауд Ойл жауапкершілігі шектеулі серіктесі мұнай компаниясының президенті. Меценат Мұрат Бақтиярұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты. Ортаға келе беріңіздер. Рұқсат болса, осы меймандарымызды қошеметтеп қолпаштап, рұқсат болса бір билетіп алдырайық. Келіңіздер. Ал той төріне. Ардақты ағайын, етеріңізді селей беріңіздер. Ал біз тойымыздармен қарай жалғасты отырайық. Келесі тойымыздың сәні мәні ән болар. Әмбілак көстерінен сусындап отырыңыздар. Рұқсат болса, ортаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рахымқызын шақырайық. Елден, жерден сәлем болсын, арқалықтың ақ таң әнімен қарсылайық. Жатырқап кетпе жаны, мен ертең аттанама, жәудіреп от жанары, неліктен көк қадалды. Қара көзіңнен мөлдір, торғай даласын көрдім, сен тау болып ендің, өр тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір, торғай тауларын көрдім, сен тау болып
жоқ талаптанбай пейіліңнен таң атқаныдай тәңірім еркем сені мен үшін жаратқаныдай қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім сен дала боп ендің өр тағдырыма қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім сен тау болып ендің өр тағдырыма. Арайлым Рахымызы және Қорқыт этно-фольклорлық ансамблі алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді ардақты ағайын, ақ-тілекті ақтара отырайық. Рұқсат болса ортаға келесі құтты қонақтарымызды, меймандарымызды шақыра отырайық. Туризм бағыты бойынша ортаға той төріне Кабулдин Зиябек Ермұханұлы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры депті. Келесі бағыт бізде меломан депті Арыстанбек Мұхамедиұлы, Қазақстан Республикасының ұлттық музейінің директоры. Мұсақожаева Раушан Қожабекқызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры. Археология және тарих депті Нүкенов Қайрат Теміршотұлы, мемлекет қайраткері, Павлодар қаласының әкімі, бұрынғы әкімі деп жазыпты. Және авиация бөлім бойынша Молдабеков Мейірбек Молдабекұлы, Қазақстан Республикасының ғылым саласына мемлекеттік сыйлығының егері, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасының орынбасары, профессор. Рұқсат болса, осы меймандарымызды той төріне алдырайық. Маэстро, жібер, кеттік. Келіңіздер, қайдасыздар? Зиябек Ермұханұлы, Арыстанбек Мұхамедиұлы, Раушан Қожабекқызы.